Қайырлы күн достар. Декретке қандай жағдайда отказ келеді? Сол жайлы айтып өтейін. Декретке құжат тапсырған кезде, егер сізге отказ келген болса, сіз құжаттарды қайта тапсырып ала аласыз. Больничный ашылған уақытқа қай күн ашылды, сол уақыттан бастап больничный уақыты 1 жылға жарамды. Қанша рет отказ алсаңыздар да қайта құжат тапсырып, сіз родовой декретке төлеміңізді ала аласыз. Самый главный больничный уақыты 1 жыл ғой, сол уақыт бітіп қалмау керек. Менде бір клиент болды, соңғы больничный уақыты бітуіне 1 күн қалғанда құжаттарын тапсырып, родовой алған. Ол уже үмітін үзген, қанша рет тапсырған, бәрінен отказ алған, соңғы отчет тапсырып беріңізші деген мақсатпен келген болатын маған. Алдында декретке шығыпсыз, больничный алдыңыз, больничный алыпсыз, сол родовой ақшаңызды алдыңыз ба деп сұраймын ғой мен. Жоқ, ала алмадым, себебі отчет қайта қате болды, қайта тапсырсам да отказ бола берді деді. Ол кезде қатесін бәрін түзеп, больничный бітетін уақытына 1 күн қалған кезде родовой декреттік төлемін алған болатын. Сол үшін декретке отказ алсаңыз, үміт үзудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Қай жерінде қате бар, соны түзеп, қайттан заявка тастасаңыз болады. Енді сіздерге қандай жағдайда отказ келеді? Соңғы ай пенсионный взнос, социальный отчисление төленбеген жағдайда, мысалы больничный наурыз айында ашылса, яғни 1 наурыз айында ашылатын болса, көп жағдайда жұмыс орнынан мемлекеттік жұмыс жасайтын болса, садикте немесе мектепте, поликлиникада жұмыс жасаған жағдайда жұмыс орны, мысалы больничный лист 1 наурыз айында ашылса, ақпан айының пенсионка социальный отчислениесін олар 25 наурызда аударып жатады. Ал сіз наурыз айының басында алдыңыз больничный листті. Пока ақпан айы түсу керек. Пенсионка социальный отчисление жұмыс орнына аударылмай жатып, больничный лист тапсыруға болмайды. Олай тапсыратын болсаңыз, құжатыңыз отказ алады. Қай жерден декретке шығып жатсаңыз да, ИП немесе ТО жұмыс орнынан түскен төлемдеріңізді міндетті түрде тексеріп, жұмыс орныңыздан аудардыңыз ба деп сұрап, барлығы түгел болса, сол кезде ғана құжаттарыңызды тапсыра берсеңіздер болады. Келесі қосымша құжат тапсырылмаса. Мысалға, ИП-мен тапсырған болсаңыз, немесе ИП-ға жұмысшы болып тіркелсеңіз, сізден міндетті түрде қосымша құжат сұратады. ИП өз атыңызда болса, декларация сұратуы мүмкін, приложение 7-15, айлық табысы туралы анықтама, пенсионка, минималка мен салса, неге пенсионка, минималка бәрін сұрайды. Толық құжатты сіз уақытылы өткізбесеңіз, сізге отказ жасауы мүмкін. Қосымша құжат сізге 14-14-тен сообщение келгеннен кейін сізге осынша күн срок береді. Сол уақытқа дейін апарып тапсыру керексіз сұратқан документтерін. Кешікпеу керексіз. 1 ай қаралады, тапсырылған құжат одан көп болмайды сроктары. Келесіде мемлекеттік кірістер басқармасынан жауап хат келмесе. Мысалға, ИП өз атыңызда болған жағдайда декреттік төлемге құжат тапсырасыздар. Көбінесе мемлекеттік кірістер басқармасына жауап хат сұрататын департамент. ИП өз атында болып құжат тапсырады, соңға барып тапсырамыз. Одан кейін соны арқылы КЦП-ға түседі, выплатной центрге. Выплатной департамент КФС-ке жібереді. Департамент КФС ИП өз атыңызда болса, төлемдеріңізді дұрыстығын растауды, табысыңызға сай келе ме, төленген пенсионка мен социальный отчисление соны растау үшін мемлекеттер кірістер хат жолдайды. Мемлекеттер кірістер басқармасы сіздің құжаттарыңыздың барлығын, пенсионка мынанша төленген, социалка мынанша төленген, осындай айда осынша доход болған барлығын, декларация, отчет тапсырылған деген сияқты барлық жауапты осылар береді. Келесіде жұмыс орнынан пенсионка, социалка сәйкес болмаса, көп жағдайда бюджеттік мекемеде жұмыс жасайтын ИП-ға жұмыс жасап отырып, 2 больничный лист тапсырған күннің өзінде бухгалтерлердің жасаған қателікпен пенсионка, социалка дұрыс аударылмай жатады жұмыс орнында. Пенсионка, мысалға, айлық табысында сіздерде 200 мың теңге болатын болса, социальный отчисление 6300 теңге салынады. Ал пенсионка 20 мың теңге аудару керек болады. Ал социалка 6300 теңге емес, 7000 теңге аударып қоюы мүмкін, немесе кем аударып қойған болуы мүмкін. Бір-біріне сай болмай жатса, онда отказ аласыз.
артық кетсе қайтару керек болады, немесе кем болса оны толықтырып ретке келтіріп бухгалтеріңіз жасап береді, барлығын дұрыстап бергеннен кейін қайта больничный листті өткізе бересіз. Келесі, жұмыс орнынан қосымша құжат тапсырылмаса, бұл ИП-ға немесе ТО-ға жұмысшы болған жағдайда көбіне декларация сұратып жатады, немесе келісім шарт, айлық табысы туралы анықтама, барлық құжатты сұратады. Егер де жұмыс беруші бұл құжаттардың бәрін декретке шығатын қыз-келіншектерді растамаса, оның жұмысшы екенін декларация отчетта көрсетпесе, сұратқан қосымша құжатын бермейтін болса, онда отказ алады автоматты түрде. Себебі жұмыс орнына жұмыс беруші қосымша құжаттарды тапсырмады, бермеді, ұсынбады, растамады, оның жұмысшы екенін деп рядовой тапсырған қызға отказ береді. Сол себепті жұмыс орнынан сұрататын болса, осындай жұмысшылар болса, міндетті түрде апарып тапсыру қажет. Сол кезде сіздерге тағайындалады. Келесіде декларация қате тапсырылған болса, ИП өз атыңызда болса, декларацияда, мысалға сіз айлық табысыңыз тұрақты болып, 601 мың теңге тауып, социалка 20.825 теңге төлеп жатсаңыз, соған сай болу керек декларацияңыз. Табысыңыз жетпей тұрса, табысыңыз 200 мың болып, социалка 20.825 теңге салсан болса, көп жағдайда нөлмен тапсырып жатады біреулер. Мына жақта социалка 20.825 теңге салып жатады. Бұл деген грубо ошибка. Нөлмен тапсырып, мына жақта социалка төлеп жүрсеңіз, бұл деген сіздерге көп жағдайда декларацияны нөлмен тапсырып жібере салады. Ал мына жақта өздері социальный отчисление төлеп, пенсионка төлеп, кәдімгідей доход болып тұрады ИП-сында. Бірақ декларациясы нөлмен кетеді. Міне осындай жағдайда да сіз декреттік төлемге отказ алуыңыз мүмкін. Бұл деген грубо ошибка. Олай болмайды. Осындай жағдайда да отказ көп болып жатады бізде. Келесіде выписка қате болса дейді. Егерде сізде соңғы төлеген айыңыз выпискаға түспей тұрып, сіз ЕГОВтан выписка алып қойдыңыз. Енді сол алып қойған выписканы апарып, неге өткіздіңіз, соңға барып өткіздіңіз. Сол кезде де сіздерге отказ болады. Енді сіздер тексеріп аласыздар, выпискаға менің толық төлеген айларым түсті ма, соны көресіздер. Егерде сізде барлығы түгел болса, соны шығарып өткізесіздер. Жаңағыдай түспей жатып, выпискаға ақшаларыңыз түспей жатып, соны апарып өткізсеңіздер, оғанда отказ болады. Барлығын өткізбес бұрын мұқият бір тексеріп алыңыздар. Сосын барып, жаңағыдай декреттік төлемге заявка жібере берсеңіздер болады. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Видеоның соңына дейін болғандарыңызға сіздерге үлкен рахмет.